Бір аптаның ішінде облыс орталығында 3 бірдей су құбыры істен шықты. Горький және Қанайби көшелерінде болған апатты жағдай дер кезінде қалыпқа келтірілді. Алайда Әуезов көшесіндегі құбырдың неден жарылғандығын анықтау оңай болмады. Сондықтан да апатты аймақтағы жұмыстар кеше түні бойы тоқтаусыз жүргізілді. Айта кету керек, Көкшетау қаласында қазір 40 үй сусыз отыр. Қақаған қаңтардағы бұл келеңсіздіктерге кім кінәлі және халыққа су қашан беріледі? Бұл сұрақтағы тілшіміз Әсем Қаматайқызы жауабы алып қайтқан еді. Қазір Көкшетауда сынап бағанасы минус 25 градусты көрсетіп тұр. Түнде сақылдаған сараяз тіпті күшіне міне түсетіндігі аян. Бірақ соған қарамастан жарылған құбырды жөндеу түні бойы тоқтаусыз жүрді. Мамандар апаттың неден болғандығын білу үшін бір тәулік жұмсады. Белгілі болғаны осыдан 7 жыл бұрын 50 жылға арнап салынған 600 диаметрлі құбыр істен шыққан. Бәрі жұмысшылар түні бойы істеді. Ешкімде кеткен жоқ, бұл жақтан әкімнен бастап мынау коммунальный служба, қаланың коммунальный службасы бәрі де мұнда болды. Түні бойы істеп, бәрі де мұнда болды. Бүгін суды береміз. Сусыз 40 үй қазір. Енді бұл труба 50 жыл жатуға тиісті. Бірақ 7 жылда осылай желініп қалып, бір жағы міне көрінуге болады. Қалай желінгеніне. Кеше орталықтағы су құбырының жарылуы жұртты әбден әбігерге салды. Жолдарда алып қалған судан жаяу жүргінші түгілі көлікпен өтудің өзі қиынға соғып еді. Көшеге құйылған су көп ұзамай мұзға айналып, көктайғақ тұрды. Қазір осы келеңсіздікті жою үшін жолдарға арнайы құм төселген, ал 40 үйге су арнайы техникамен тасымалдануда. Мамандар құбырды ауыстыру жұмыстарын барынша қысқа мерзімде аяқтасақ, үйлерге де су жіберіледі дейді. Әсем Қаматайқызы, Виктор Полянный, ақпараттар қызметі.